Бүгінгі біздің қарастырылатын тақырып сөздер болып табылады. Яғни сөздердің қалай жасалу туралы. Жалпы сіздер ойландыңыздар ма? Осыған дейін сөздер қалай жасалды деген секілді. Ендігі бізде келетін сөз жасам. Яғни сөз жасам бізде оңай. Сөздің жасалуын қарастырылатын, зерттелетін осы бір сала болып табылады. Енді бірінші бізде түбірге келейік. Яғни түбір бізде қандай да бір сөздің түбі. Сөздің өзі айтып тұр, яғни түбі негізі болып табылады. Яғни біз қандай да бір дәнді алатын болсақ, оған күн, су арқылы біз жеміс аламыз. Яғни өскен жеміс. Яғни осы бізде компоненттерді қосымша деп атаймыз. Осы қосымшадан туған жемісте біз қалай атаймыз? Соған келетін боламыз. Яғни сөз жасамның тәсілдеріне келетін боламыз. Енді тәсілдеріне келетін болсақ, біріншісі синтетикалық тәсіл. Яғни жаңа сөз туындатады. Бұл туындату деген қандай? Жалпы қазақ тілінде туынды сөздер бар. Яғни көп сөздеріміз, сөздік қордағы сөздеріміз осы туынды сөз болып табылады. Жалпы түбір сөзге сөз тудыратын жұрнақ дегеніміз не? Жалпы қосымша деп айта кетті. Қосымшаның екі түрі бар бізде. Біріншісі жалғау, екіншісі жұрнақ болып табылады. Яғни осы жердегі бізде жұрнақ сөз тудыратын. Енді келетін болсақ, мысалға әнші, егіншілік, егіншілік. Жұрнақтар арқылы жаңа сөз туып жатыр. Енді келетін бізде тәсіл аналитикалық тәсіл. Жалпы анализ деген сөзге келетін болсақ, анализ дегеніміз бізде бөлшектеу, талдау деген сөзді білдіреді. Яғни бізде аналитикалық тәсілді осы мысалмен келтірсек болады, шатаспау үшін. Аналитикалық тәсіл қалай жасалады? Жалпы олардың түрлерін айта кетсек, біріншісі біріккен сөздер, екіншісі тіркесу арқылы жасалған сөздер, қос сөздер және қысқарған сөздер. Енді келетін болсақ, мысалға ата-ана. Ата-ананың ішінде бізде девиз тұрған жерді біз қос сөздері деп атаймыз. Яғни сөйлеп жүр. Бізде екі сөздің тіркесу арқылы бір мағына беруді бізде тіркесу арқылы жасалған сөздер дейміз. Енді қарлығаш сөзі жалпы кіріккен сөз. Кіріккен сөз дегеніміз не? Біріккен сөздердің ішіндегі екіге бөлінеді, яғни біріккен және кіріккен. Сол жерде кіріккен сөз, яғни қара ала ағаш деген сөзден шыққан. Жалпы осы екі тәсілді біз бүгін айта кеттік. Осы екі тәсілді сөз жасамды бекіту үшін астына сілтемеде мен ойын қалдыратын боламын. Сол арқылы сіздер осы тақырыпты бекітсеңіздер болады. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, бүгінгі бізде өткен басты тақырып сөз жасам болып табылады. Яғни сөздердің қалай жасалуын қарастыратын, зерттейтін қазақ тілінің саласы болып табылады. Бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Аналитикалық және синтетикалық тәсіл арқылы бүгін сөздердің қалай жасалатыны туралы, қай сөздер, девиз сөздері қай тәсілге жататын туралы біліңіздер деп ойлаймын. Ендігі маған кері байланыс ретінде осы сканер арқылы маған кері байланыс және де қандай да бір әлсіз тұстар немесе қосатын тұстар болатын болса, жаса кетсеңіздер, сыни тұрғыда сыни ойлауды бізде қалыптастыру үшін, дамыту үшін. Рахмет барлығыңызға.